Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте нәзік, жұмсақ және де дәмді болып шығатын дәл видеодағыдай шарлотка, яғни алма пирогын жасайтын боламын. Бұл пирогты тағы да классикалық шарлотка деп те айтады. Сондықтан мен видеомды соңына дейін қараңыздар. Сіздер үшін пайдалы видео болады. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып өтуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әр күн сайын пайдалы видеолар шығатын болады. Ең алдымен маған осында 2 алма, ұн, қант, 20% қаймақ, 1 жұмыртқа, қамыр қопсытқыш және ванилин ғана керек болады. Ең алдымен алманы ортасынан бөліп, ортасындағы жүрекшені алып тастап, дәл видеодағыдай турап алатын боламыз. Мұнда алманың барлығын турап алдым. Енді менде осындай 26 диаметрдегі форманың астына пергамент қағазын төсеп алдым. Енді алманы кезек-кезек осылай дәл видеодағыдай әдемі формаға келтіріп, орналастырып шығатын боламыз. Мұнда алманың барлығын орналастырдым. Енді алманың бетіне құятын салманы дайындайтын боламын. Шұңғыр ыдысқа 1 жұмыртқаны, қантты және ванилинді салып, венчиктің көмегімен жұмыртқамыз кішкене ағарғанша араластырып алатын боламын. Егер миксер қолданамын десеңіздер, миксермен де араластырып алсаңыздар болады. Келесі қаймақты саламын. Тағы да біркелкі болғанша кішкене араластырып жіберемін. Ары қарай осындай елегішке ұнды салып, бетіне қамыр қопсытқышымызды салып, осы жұмыртқалы массамызға салатын боламыз. Енді барлығын ешқандай да түйіршік болмайтындай қылып араластырып алатын боламыз. Мұны дәл видеодағыдай осындай бізде сұйықтау масса шығатын болады. Енді алманың бетіне мұны жаңағы қамырымызды құйып шығамыз. Мұнымен барлық массаны осылай салып шықтым. Енді осындай арнайы силиконды лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен қамырымызды тегістеп алатын боламыз. Енді мен осы пирогты арнайы қызып тұрған 170 градустағы пеште қызарғанша пісіріп алатын боламын. Пирогтың піскенін арнайы ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Таяқшаларыңыз құрғақ болып шығу керек. Мұнымен пирогты толықтай суыттым. Одан кейін формадан шығарып, мұны астына қарап тұрған алмаларымызды үстіне қарай аударып алдым. Мұны сонда бізде осындай әдемі пирог шығады. Және де бетіне осындай қант ұнтағын сеуіп шығыңыздар. Мұны мен осындай енді кесетін боламын. Мұны осындай өте нәзік болып кесіледі. Және де пирогтың дәмі өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде қорықпай жасап көріңіздер. Сіздерде де осындай пирог шығатын болады. Және де менің видеом пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып өтіңіздер. Сіздер үшін әр күн сайын пайдалы рецептер шығатын болады. Және де менің рецептеріммен, менің видеолармен басқа чаттарда бөліссеңіздер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет.